Қайыркеш қазақ ел қалдарыңыз қалай? Соңғы жаңалықтарыммен бөлісе кетейін. 12 наурыз күні менің Қазақстандағы Шымкент қаласындағы жеке мүлкіме баса көктеп учаскелік полиция келіп, 17 жасар балама психологиялық қысымдар көрсеткен болатын. Сіздің атыңызға Астанадан МВД-дан арыз шағым түсті. ТикТокта соңғы аптада кіммен ұрыстыңыз? Сол видеоны алып тастаңыз деп маған қысым көрсеткен болатын. Мен ол видеоны алған жоқпын, бірақ желдің қайдан соғып тұрғанын білдім. Иә, біз бір аптаның көлемінде елімізде жасыл желкен қоғамдық бірлік мүшесі Гүлеке Қасымның ДВК көше партиясындағы істеген іс-әрекетін, белсенділігін және қаржылай қаражат жинағаны туралы ақпаратты сол ДВК және көше партиясындағы жүрген белсенділер тікелей эфирда отырып талқылаған болатын, шындықты ақпаратты берген болатын халыққа. Сол видеоға бола Гүлеке Қасым Астанада МВД-дағы танысының қызметі арқылы шымкенттік учаскелік полицейлерді заңсыз, арыз шағымсыз менің жеке мүлкіме қол сұғуға және баламныма психологиялық қысым көрсетуге итермелеген. Енді мен сол күннен бері ол учаскелік полицейлердің үстінен арыз шағым тастап, және учаскелік полицейлерден менің үстіме МВД-дан кім арыз жазды, астаналық МВД-дан арыз жазды, маған көрсетіңдер дедім, бірақ заң бойынша менің атыма ешқандай арыз шағым түспеген. Бұл көлеңкелі қылмыс. Гүлеке Қасым өзінің танысын пайдалана отырып мемлекеттік қызметкерлерді қылмыстық іске итермелеген. Қазіргі таңда учаскелік полицейлер менен кешірім сұрады. Ол арыз шағым тоқтатылды деп маған кері байланысқа шықты. Ол арыз шағым жоқ. Біріншіден арыз шағымды маған көрсеткен жоқ. Екіншіден ол кісілер қандай видео екенін айталған жоқ. Кіммен ұрыстыңыз деді. Енді Гүлеке Қасымға айтайын дегенім, Гүлеке Қасым өзіңіздің және танысыңыздың қызметін асыра пайдаланып, мемлекеттік қызметкерлерді қылмыстық іс-әрекетке итермелеуді тоқтатыңыз. Себебі әділдік ол орнайтын әділдік. Екі жүзденіп, сізге және сіздің істеп атқан іс-әрекетіңізге сенбейтін кісілерге қоқан-лоққы көрсетуді тоқтатыңыз. Заңды білсеңіз, заңсыз, заң қызметкерлерін қылмысқа итермелемеңіз. Мен ол видеоны алмаймын, қосымша ақпараттар шығаруға дайынмын. Бір Құдайдан ғана қорқамыз. Гүлеке Қасымның атынан немесе оның МВД-дағы крышасының атынан емес.